Сәлеметсіздер ме, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Мен Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығының жәдігерлермен таныстырушысы Назерке Төлегенқызы. Бүгін сіздермен Сарайшық жәдігерлері сөйлейді айдарын жалғастыратын боламыз. Балалық шағым Қызылқоға ауданында өтті. Сол кезде балалардың құм арасынан тауып алған жебелерді қолдан жасалған садаққа қадап ойнап жүргенін талай көрдім. Тарихи жәдігерлерге қызығушылығымды қалыптастырған, сыры кетсе де сыны кетпеген мұндай құнды жәдігерлер ауылдағы үйде көп еді. Осыдан бірнеше ай бұрын музей кешеніне келгенім бар. Сонда мұндағы жәдігерлердің көпшілігін елордадағы музейге алып кеткенін естідім. Сол себептен үйдегі коллекциямды қазақстандықтар мен ел қонақтары көптеп келетін осы музей кешеніне тапсыруды ұйғардым, дейді Рауан Сабыров ағамыз. Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығы 2020 жылы музей қорына музейге сый акциясы бойынша мол жәдігер қабылдады. Ембі-Мұнайгаз акционерлік қоғамының департамент директоры Рауан Сабыров бала кезінен тарихи жәдігерлерге қызығушылық танытты. Ойын баласы болса да, ғасырлар қойнауынан сыр шертер құнды жәдігерлерді жинай берген екен. Жақында өз қорында сақталған сондай 100-ге жуық жәдігерді музей кешеніне сыйға тартты. Ойылған таңбалар бейнеленген қыш ыдыс, құмыра, кездік, қола жебе секілді жәдігерлерді біздің заманымызға дейінгі 6-4 ғасырлардағы сарматтар дәуіріне жатқызды. Жезқұман шығыс мәдениетіне тән әсем өсімдік бейнелі оюлармен әрленген. Үндістанда 20 ғасырдың 60 жылдарында жасалынған. Қыш құмыра сармат қорымдарында кеңінен табылатын бұйымның бірі. Сарматтарда қолдан жасалынған қыш бұйымдармен қатар өзге жақтан әкелінген бұйымдар да кеңінен қолданыста болды. Оларды күнделікті тұрмыста ғана емес, жерлеу рәсімдері кезінде де пайдаланған. Жерлеу рәсімдері кезінде қыш ыдыс адамның аяқ жағына қойылатын болған. Көп жағдайда бұндай ыдыстар әйел адамның бетінен табылған. Жәдігерлер өте сирек кездесетін қазына. Коллекцияның негізгі бөлігін құрайтын жебелердің дені қоладан жасалынған. 3 қалақты сармат жебелері ағаш сабына сағақты жалғанған. Сақтар заманындағы жебелерден айырмашылығы осында. Себебі сақтар заманындағы ұшы төлкелі жебелердің сабы тез сынатын болған. Әрбір ұрыстан немесе аң аулаудан кейін жебелерді жинақтап алатын болған. Қола жебе секілді жәдігерлерді біздің заманымызға дейінгі 6-7 ғасырларда сарматтар дәуіріне жатады. Өзінің үйдегі жеке коллекциясын қазақстандықтар мен ел қонақтары көптеп келетін осы музей кешеніне тапсыруды ұйғарған екен. Осымен бүгінгі бейнеролигіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.